Қайырлы кеш, достар. Қайырлы күн, достар. Бүгін біз мукбанг түсіріп жатырмыз. Мен қайынсіңлім Фариза және мен. Және ана жақта қазір күйеуім отырады, бірақ ол сіздерге көрінбейді. Біз бүгін беш бармақ жасадық. Микс еттен ет астық. Қазы, тауықтың етін неғып көп ғой. Қазы, тауықтың еті и сүрленген қыстың еті. Бізге ас болсын. Болсын. Все, ас болсын. Аппетитно ғой, аппетитно ғой. Вкусно. Беш бармақ. Және помидордан чеснок екеуін араластырып соус дайындадық. И сорпа. Етсіз сорпа болмайды әрине. Все, бізге ас болсын. Ас болсын. Вкусно, блин, аппетитно. Қазы это вообще. Как вкусно. Сүрленген қыстың еті вообще. Если сіздер де ет жеп отырсаңыздар, сіздерге де ас болсын. Да. Қолдың жайылған қамыры. Кішкене қосамыз қамырға. Саған керек па? Кобра сияқты, иә? Бір жерде кобра дейді, бір жерде сицилия дейді. Бір жақта чертополох дейді. Бармақ жемегелі бір ай болды. Мама кеткелі жемедік. Ауылдың етін. Ашты екен ғой, иә? Саған ашты болып жатқан жоқ па? Перец көп жатыр, ха? Это вообще отдельная. Отдельная любовь десе. Бөлек махаббат. Картошка жаңадан шыққан. Зерен мен қолмен беш бармақ жей алмаймын. Себепті мен қасықпен жеп жатырмын. Қасымен қықты. Августтегі қазға. Құйрық. Сәбіз. Тұздық. Легеннен ыстық болып жатыр кішкене қамыр.
Қазір түсірілген. Енді мұздай бір сушняк болса, иә? Етекке, сорпа битке. Да. Деп сорпа ішеміз. Мгм. Терледік. Айран мен сорпа. Тамақтың ішінде тауықтың еті. Өзім баққан тауықтың еті. Магазинде баққам десе. Комментарий жазып тұрыңыздар. Если что, қайынсіңліммен түсіріп тұрам. Комментарий жазып, лайк басыңыздар. Если ұнап жатса, келесіде айтыңыздар, қандай тағам түсіру керек екенін. Иә. Айтсаңыздар, біз дайындаймыз. Сонымен жұмыс жасаймыз. Вкусно. Қамырды қалай жеу керек? Ыстық болып жатыр қазір. Мән бермеңіздер. Қамырды аламыз. Ішіне ет саламыз. Үстіне тұздық. Сүтімізді ораймыз. Кішкене картошка. Сүтімізді осыны жейміз. Вкусно, да? Прямо осылай жеген күшті. Ойламаңыздар, біз азақ жеп жатыр деп. Нәйлегеннің дәулігін енді айтамаймыз. Ішінде кішкене екі зуала қамыр бар. Сондықтан әрине біз бәрін жеп тауыспаймыз. Сіздер ойлап қалған шығарсыздар. Жансая осы деген бәрін жеп қойды, қайынсіңлісі екеуі жоқ. Вкусынан базары жоқ. Үрленген ет, қолдың жаймасы.
қойдым. Все, достар, бүгін бізде осы. Аз жет деп ойламаңыздар. Міне қараңыздар қанша жегенімізді. Көрініп тұр ма? Так, рахмет сіздерге бізбен болғандарыңызға. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Айтпақшы, менде монетизация қосылды. Осы видеоға монетизация қосамын. Желательно рекламаны, жарнаманы аяғына дейін көріңіздер. Сау болыңыздар. Пока.